Бүкіліңе салам, короче, мен ютубтан кеткен жоқпын. Иә, көп уақыт бойы жоқ болдым ютубта, просто кетіп қалды мынау деген әңгіме жоғындай. Мен осы уақыт бойы не істедім? Жалпы сабақ болды, каникул болды 4 ай бойы. Ютубқа желание болған жоқ, не өтетінімді білген жоқпын. Сонымен жазғы каникул өтіп кетті сол жүрген кезде. Но менде өзіме клан аштым дегенде жаңағыдай блогершіда өзімізге семья ашамыз бүгін. Уже 1 миллионымыз дайын уже. Короче, сол семьяға кірген кезде ютубқа жазатынды ғой. Пока ішінде жазып мен мына видеоны салғанша осы семьяға уже ақша жинап сөйтіп балдар уже. Мен жинаватқан жоқпын, балдар жинаватқан жерде. Вообще логика ғой. Мен глава боламын, конечно, онда. Клан аштым, сол кланны адамдар қосып алып жатырмын. Жалпы военный билет аккаунт продать еткен дегендей. Ютубтан кеткен жоқпын, мен просто осы уақыт бойы менің қолым бос болған жоқ та. Мен видео түсіре алмадым дегендей. Короче, қазір біраздан соң ба блогершідан видео түсіретін боламын. Путь бомжан до бизнеса масындай. Ана аквада бастаймын, короче, түсіремін. Одан кейін әрқайым мен де бастап кетемін ғой ше. Ну типа футболда жалғастырам дегендей. Тағы не жаңалық бар жыл. Айтпақшым өткенде 300 мыңға қалдырып қалдым деймін блогершідан. Российский контейнерға тиіспеңдер, блогершіда дейін российский контейнерға одежда түсірдінші 100 мың соңға тиіспеңдер, вообще тиіспеңдер оған. Какой-то шлак түсірдім, вообще ё-моё. Первый владет табасып отырып еді, мен 300 мыңға ашам, жоқ 310 мыңға ашам мен. Енді ош мағынында 56 мыңның скин түседі. Одан түпе дейтінді, ой білейін дедімде, ана скин сатып жүрдім. Логика. Мен қазір басқа аккаунт, қазір мен 1 миллион ақша жатыр ол аккаунтта. Семьяға деп жинақтың балдар ғой. Біздің семьяда айта кететіндей, жалпы 4 заместитель болады, 1 глава болады, қалғандардың ранг бесконечный. Үшінші ранктен бөлініп просто ақшасы бар сатып ала берсін үшінші ранктарды. В принципе, маған бәрібір енді. Конечно, емітші болды, 45 мың сабасында сразу үшінші ранг сатып алып кетпейсің онда. Емітші 25 мың сабасында екінші ранг сатып аласың, и потом одан кейін үшінші ранг сатып аласың. Осыны екеуін сатып аласың. А то 45 мың сабы оған маған не выгодно типа. Соны жаңалық 15 уровендегі аккаунт қазір менде. Военный билет бар екен, прикиньте. Оны өзім бағана байқап отырмын. Көз соңдайын ашқасын бүкіл орындалып тұр енді. Тағы да білдеп месяц сатып алу керек, короче. Тағы да енді лицеден әуежі сатып алу керек. Тағы да ел. Короче, мен осы үстетін видео болады ғой менде. Опа, ана манч 1 миллион 500 мың сала беріп, үй сатып алып, 2 машина қосысам, нормально ма дейді. Нормально, в принципе. Даже жақсы. Короче, неше ойлайсыз. Короче, осыны жаңалық. Осыны қысқаша ғана видео болды. Жалпы осы уақыт бойы қайда болғанымды айта кеттім жалпы. Осыны жаңалық менде. Осында. Баш пампер, Микалка,
карантин қоспай қоямыз ғой дейміз. Мына қосайықшы. Мишка. Осыны қосайық. Короче, осындай жаңалық келді. Надел. Короче, қазір жалпы бөлгісізде мен неме болып жатқан, собыс болып жатқан жалпы ГИБДД-ға, но мен де тупой құсап инкассациядан шығуды ұмытып кеттім де, и маған отказ беріп жатыр жаңа. Тупой болып кетті.